түйіндері дайын болған қиярдың жапырақтарын жұлып тастап отыру керек. Күніне 2-3 қана жапырақтан. 10 шақты жапырақтан жұлатын болсаңыз, қияр стресс алатын болады. Сол себепті күніне 2-3 қана жапырақ жұлуға болады. Жұлудың себебі астың жағынан ауа айналу керек жақсылап. Сол кезде қияр жақсы өсетін болады, ауырмай, сырғамай. Мінекей астыңғы жапырақтарын жұлып шығып жатырмын. Мына жақтың бәрін жұлу керек әлі. Тағы да қайталап айтам, күніне тек 2-3 қана жапырақ жұлып отыру керек. Бір күнде 10 жапырақ жұлатын болсаңыз, бір түптен мына қиярлар стресс алып қалатын болады. Сол себепті тек мынандай қияры жұлуға дайын болған ғана түйіндерінің жапырағын күніне 2-3 қана жапырақ жұлып отыру керек. Сабақтан 5 сантиметрдей, негізгі сабақтан 5 сантиметрдей қалдырып жұла берсеңіз болады. Күніне тек 2-3 қана жапырақ.